Бүгін міне ерекше күн. Университет қабырғасында сан мыңдаған шәкіртке білімдерін сепкен. Ұстаздықпен бірге ғылымды қатар алып жүрген бір жанның еңбек жолына шолу жасап құрметпен айтқалы отырмыз. Ол шәкірт үшін талапшыл, әріптес үшін әділ, ұстаздық жолға адал, ғылыми ізденіске тұрақты Шағраева Бибігүл Бекенқызына. Химия ғылымдарының кандидаты, профессор міндетін атқарушы, көп жылдық тәжірибесімен ұстаздық ғылымды ұштастыра білген нағыз өз ісінің маманы. Бибігүл Бекенқызы 1983 жылы және 88 жылдар аралығында Алматы қаласындағы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде жоғарғы білім алып, химик оқытушы біліктілігін иеленген болатын. 2003 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде химия факультетінде кандидаттық диссертациясын 02-0015 катализ бағытымен химия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін қорғады. Еңбек жолын 88 жылы химия пәнінің мұғалімі ретінде бастады. 1989 жылдары және 1994 жылдар аралығында Мұхтар Әуезов атындағы Шымкент педагогикалық институты және Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде аға лаборант оқытушы қызметін атқарған болатын. 94 жылы және 2008 жылдар аралығында Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде физикалық және органикалық химия кафедрасында аға оқытушысы қызметін атқарды. 2008 жылдары және 2011 жылдар аралығында Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде және Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында доцент қызметін қатар атқарды. Ал 2017 жылы бүгінгі күнге дейін Шымкент қаласындағы Өзбек Әлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің химия кафедрасының меңгерушілік қызметін атқарып келді. Біліктілігін арттыру мақсатында бірнеше курстардан өткен болатын. 2017 жылы Қарағанды қаласында ағылшын тілі, 2018 жылы білім мазмұнын жаңарту бойынша, 2018 жылы институционалдық аккредитация, 2020 жылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің Алтынсарин атындағы ұлттық академиясының білім берудегі менеджмент, 2021 жылы қазіргі органикалық химияның теориялық негіздері, 2023 жылы Курсера платформасында Калифорния университетінде Work Smarter, Not Harder, Time Management for Professional Productivity. Ал 2024 жылы Түркия мемлекетінде болашақ халықаралық бағдарламасы бойынша 500 ғылым тағылымдамасынан өткен болатын. Марапаттар қатарында 2012 жылы және 2014 жылдар аралығында Нұр Отан партиясының университет ректоратының алғыс хаттары мен 2017 жылы ОКМПУ 80 жылдығының төсбелгісімен 2020 жылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен, ал 2022 жылы сала қызметкерлерінің кәсіподаққа сіңірген айрықша еңбек үшін алтын сапа төсбелгісімен, 2025 жылы ғылымда дамытуға еңбек сіңірген үшін төсбелгісімен марапатталған болатын. Ғылыми қызметі де ауқымды, халықаралық және отандық басылымдарда 100-ден аса ғылыми мақалалары, 2 патенті, бірнеше авторлық куәліктері мен оқу әдістемелік құралдары жарық көрген болатын. Бибігүл Бекенқызының басшылығымен 10-нан астам магистрлік докторлық диссертациялық жұмыстарға жетекшілік жасайды. Қазақстан Республикасының гранттық қаржыландыру жобасы бойынша жауапты орындаушы ретінде ғылыми зерттеу жұмыстарын әлі де жалғастырып келеді. Бибігүл Бекенқызы тек қана педагог емес, білікті ғалым, тәжірибелі жетекші, білім мен ғылым жолына адал маман. Ретінде Құртабай Сәрсенбек әрі жетекші ретінде өзімнің қолымнан келгенше Бибігүл Бекенқызының уақытында ғылыми кандидаттық диссертациясын қорғауға кеңесімді беріп, алды көпті жетекшілігін жасап, ғылыми диссертациясын дайындап, химия ғылымдарының кандидаты деген ғылыми дәрежені алуға дайындалған диссертациясын Қазақстан Республикасының маңдай алды. Киров атындағы осы кейінгі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химия факультетінде диссертациялық кеңесте, Әлия Сармурзина басқаратын сол кездегі кеңесте жұмысын қорғауға алып шығып,
кеңес алдында соны толық қорғап, нәтижесінде химия ғылымдарының кандидаты деген ғылыми дәрежеге ие болды. Кейінгі жылдары орындаған ғылыми, педагогикалық, әдістемелік, методикалық жұмыстардың негізінде Қазақстан Республикасының бақылау комитетінің тарапынан берілетін доцент ғылыми атағына ие болды. Осы 8 жыл болды, қазір кафедра меңгерушісі болып отыр. Осыған қоса Қайратпен бірге перзент сүйіп, ұлы Жасұлан, қызы Балнұр, өмірдегі зымыран өтіп жатыр. Бибігүл Бекенова зейнеткерлік жасқа жетіп, мінекей осындай кезеңде, осындай сәтте анаға деген құрметтің, анаға деген перзенттің сезімінің арқасында бүгінгі ұйымдастырылып жатқан кеш, салтанат кеші Бибігүл Бекеноваға арналып, осы перзенттерінің атынан Жасұланның ұлы, Балнұрдың қызы, әрі Құдай қосқан қоныстағы қолдаушысы Қайраттың ұйымдастыруымен бүгінгі біз мерекелік салтанатта бәріміз бас қосып отырмыз. Осы құтты болсын, Құдай қаласа өмір жасы ұзақ болсын, әлем жас, Құдай қаласа алдағы барлық жоспарлары, іс-шаралары орындала берсін. Я Шитаева Наиля, знаю Бибигуль еще со студенческих лет. Мы вместе учились в КАЗУ на химическом факультете. Бибигуль проявляла очень активную жизнь, вела как в научном, так и в общественном плане. Начала трудовую деятельность в педагогическом университете и продолжила свою научную деятельность в этом же институте. Но мы с Бибигуль теперь являемся коллегами. Если мы раньше были студентами-подружками, теперь мы являемся коллегами, работаем на кафедре химии. И еще хотела бы отметить, что независимо от возраста мы продолжаем научную деятельность и в результате были стипендиатами программы «Болашак» и вместе были на стажировке в Турецкой республике, в городе Анкаре, в университете Гази. Это было неповторимое время, мы здесь приобрели очень большой опыт и хотим этим опытом делиться дальше со своими коллегами в университете. Так, не только что она хороший педагог и хороший ученый, но и хорошая подруга. И поэтому свою подругу поздравляю с сегодняшним юбилеем. Пусть эта красивая дата станет для нее подтверждением того, что время не властно над нами, потому что она и сегодня остается такой же молодой, красивой, задорной. И несмотря на то, что она является бабушкой, все равно остается всегда молодой и остается для меня такой же, как во время студенчества. Спасибо, желаю ей всего самого хорошего, творческих успехов и исполнения всех ее желаний. Құрметті Бибігүл Бекенқызы, сізді бүгінгі мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Ұзақ жылдар бойы білім мен тәрбие беру жолында аянбай еңбек етіп, өз ісіңіздің шебері, ұжымның тірегі ретінде бізге үлгі бола білдіңіз. Басшы ретінде әділдігіңізбен, адамгершілігіңізбен, сабырлығыңызбен ерекшеленіп, әріптестердің, жас мамандардың сенімді ақылшысына айналдыңыз. Сіздің қажырлы еңбегіңіз, кәсіби біліктілігіңіз, әрбір істі жүрекпен атқаруыңыз біз үшін үлкен өнеге. Еңбек жолыңызда абыроймен атқарып келе жатырсыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, алдағы күндеріңізге шаттық тілеймін. Еңбегіңіздің зейнетін көріп, немере шөбереңіздің қызығына бөлене беріңіз. Менің есімім Рахматулла Мұқан Даниярұлы. Мен Шаңғыраева Бибігүл Бекенқызы. Менің бакалаврдағы жетекшім, әрі қазіргі уақытта диссертацияның жетекшісі болып табылады. Яғни біз осы 5 жыл ішінде біраз жұмыс атқарып үлгердік. И осы кез аралығында бізде көптеген қызықты оқиғалар болды. Ең алдымен қызықты оқиғадан бұрын Бибігүл Бекенқызының айтқан бір жақсы сөзін айта кетейін. Ең бірінші жұмыс жасап бастаған кезде мен ол кісіден сұраған болатынмын, Бибігүл апайдан, жетістікке жету үшін жалпы не нәрсе керек деген сұрақ қойған болатын. Және ол кездегі жауап бір мотивациялық жауап ретінде өзіме қабылдандым. Яғни сен еңбек етуің керексің деді. Еңбектің арқасында ол белгілі бір нәтижеге алып келеді. Яғни сен әрекет жасасаң, оны берекет береді деген сияқты нәрсе. Таралымда сол сөзден бастап біз көптеген жұмыс жасадық. Республикалық, халықаралық жұмыстарға байланысты болсын, біраз орындарымыз бар, жасаған жұмыстың нәтижесі бар деген секілді. Сонымен қатар дипломдық жұмыста да жетекшілік еткен осы кісі болатын. Нәтижесінде қызыл диплом алып бітірдім. Енді ол нормальный нәрсе. Қазір қызықты оқиғалардың біріншісіне келсем, біз Алматыға барған болатынбыз педагогикалық жарысқа. Сол кезде әлі есімде, бізде білесіздер ғой, Шымкентте транспорттық көліктерге QR арқылы төлеу оңай. Бірақ ұмытқандай емес еді. Оны біз білмейміз әрине. QR-мен төлейміз, наличка қабылдамайды, каспи перевод қабылдамайды. Сөйтіп жүрген кезде төлемей қоя салыңыздар деді, и картаға қарасақ осы жерден түсуіңіз керек екен. Осы жерден түсіп алсаңыздар деді, қарасақ адамдар түсіп отыр екен. И ойда жоқ ешнәрсе. Бибігүл Бекенқызымен Бақберген деген жігіт болатын. Ол да тоже Бибігүл Бекенқызының студенті.
солай түсіп бара жатқан кезде оказывается ол жерден түсуге болмайды екен, ол светофорда тұрған екен да. Есікті жауып, бибігүл апай мен бақберген екеуі қысылып қалды. Сол бір қызық оқиға болды. Бірақ бибігүл апайға сол кезде бір риза болған жерім, бізбен бірге студенттер ретінде, яғни жас сияқты бізбен қосылып жүгіріп жүргенде автобусқа жүгірдік біраз нәрсе, таксиге жүгірдік, одан соң пробка болғаннан кейін автобустан түсіп кетіп жаяу барған кездер болды. Ол уақыттан ораза уақытысы болатын. Аузымыз берік барлығымыздың. Бүгінгі мейрамыңыз құтты болсын ең алдымен. Сізге қашанда денсаулық, қажымасыз қайрат, әрдайым осылай күліп ойнап жүре беріңіз. Мен секілді жалпы шәкірттеріңіз көбейе берсін. Жалпы студенттерге жасап жатқан қызметіңізде пайдасы одан ары көп бола берсін. Сізге сәттілік, табыс тілейміз. Біз де сіз секілді болуды армандаймыз, мақсат етеміз. Жалпы сәттілік, рахмет. Құрметті Бибігүл Бекенқызы, сіз сабақ берген әрбір ұрпақ ертеңгі күнге қызмет етеді. Ал сол күннің ішінде сіз де боласыз. Сіз кеткен жоқсыз, сіз із қалдырдыңыз. Із ешқашан жоғалмайды. Ізгі тілекпен кафедра ұжымы және студенттері.